Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға бүгін огонек деп аталатын упаковка түрімен танысатын боламыз. Ол үшін мынандай корейский бумага деп аталатын қағаз түрлерін аламыз. Оны барлығын ортасынан бөліп аламыз. Сосын ортасынан бөліп алғаннан кейін ең бірінші огонектарымыз дайындаймыз. Ол үшін мынандай корейский бумага матовый болады, ол жұмсақ болады, суды қабылдамайды, су өткізбейді, майысқыш келеді. Өзінің формасын әдемі сақтап тұрады. Бүктеп алған, екіге бүктеп алған қағазымызды ортасынан тағы осындай етіп, үшке бөліп қиып аламыз. Барлық қағаздарымызды тап осындай етіп, ортасынан үшке бөліп алдық. Енді огонегімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бөліп алған қағазымызды тағы ортасынан екіге бүктейміз, оны осындай етіп тағы ортасынан көлденең екіге бүктейміз. Сосын соңын үшбұрышты етіп, огонек тәрізді осындай форма жасаймыз. Екі жағы симметрия болу керек, чтоб біздің огонектарымыз әдемі болып шығу үшін. Міне осындай бүктеп аламыз да, барлық жағынан степлермен қыстырамыз. Міне біздің бір огонегіміз дайын болды, енді екіншісін жасаймын. Осындай етіп ортасынан бүктейміз, сосын тағы жанынан тағы бір бүктеймін, ортасына дейін алып, осындай етіп жан жақтың екі бұрышын үш бұрышты етіп степлермен қыстырамын. Екі жағы бірдей болып шығу керек, сонда біздің огонектарымыз өте әдемі симметриялы болып шығады. Міне бірнеше осындай үш корейский бумагадан жасап алдым огонектарымызды. Енді сыртындағы упаковкасына кірісемін. Екіге қиып алған қағазымызды ортасынан тағы бүктеп, екі астынан степлерлап, ортасын қайшымен қиямын. Өйткені қайшымен қиған біздің упаковка кезінде ұстауымызға, скотчтауға, орауына ыңғайлы болады. Сол үшін ортасын қиып алған жақсы. Осындай бағытпен барлық қағаздарымызды сыртынан қиғаштап, бір-бірімен айқастырып, байланыстырып, ең сыртындағы упаковкамызды дайындап аламыз. Міне, упаковкамыз дайын болып қалды. Ең сыртқы орамыз міне дайын болды. Енді двухсторонний скотчпен ол қағаздарымызға жабыстырып аламыз. Қазір ортасында букетімізге объем беретін тишью деп аталатын мынандай қағазды алып, осымен упаковкамыздың ішіне объем жасаймыз. Ол үшін міне тишью қағазын осылай үшке бүктеп алып қиямыз. Екі жағынан міне маған деген қызыл ұнап тұр, сол үшін қызылын алдым. Өйткені біздің букетіміздің ішінде қызыл папайя, кумкват бар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы букеттің жасау жолдарын мен жоғарыда ссылкаға қалдырып кетіп жатырмын. Міне қиып алған тишью қағазын осылай етіп әдемілеп карандашқа жинақтап, букетімізді айналасына әрлендіріп бастаймыз. Ол үшін двухсторонний скотчымыздың екінші бетін алып, соған бір ұшын бекітеміз де, тағы да екінші қағазымызды дәл сондай түрге жинап, осылай етіп әдемілеп упаковкамызға объем береміз. Сары түсті де алып жатырмын, өйткені біздің букетіміздің ішінде сары да, қызыл да барлық түстер бар. Міне осындай етіп қағазымызды аламыз, қиып аламыз, осыны мұжғылаймыз. Өйткені бізге әдемі объем жасауға өте жақсы. Ал двухсторонний скотчты бұл жолы букетіміздің өзіне жабыстырамыз. Жабыстырамыз да екінші жағын алып тастап, міне букетімізге екінші сары тишью қағазын әрлендіріп айналдырып шығамыз. Енді аяғына кірсеміз. Ол үшін скотчымызды теріс айналдырып, липке жағын сыртына қаратып, осындай астын түгелмен скотчтап аламыз. Енді ең аяғын жасауға кірсек. Міне аяғымыз липке болып тұр. Тағы жыртылған жарты қағазымызды осындай етіп аяғына қалдырамыз.
аяғын міне осындай бағытта жинақтап ұстатамыз. Міне аяғын жинақтап болып қалдық. Енді лентамызды аламыз. Мен сары мен қызыл лентаны алдым. Двойной флористический узел деген болады. Сондай узелмен букетімізді байлап аламыз. Міне осындай етіп әдемілеп гүлдеп букетімізді дайындап аламыз. Содан кейін барып ұшын букетіміздің үш бұрышты қылып қиғаштап кесеміз. Өйткені біздің букетіміздің аяғы әдемі болып тұру керек, лентамыздың ұшы. Міне барлық лентаны осылай қиып алдым. Ең сыртқы упаковкамыз міне дайын болды. Енді барлық мана дайындаған огонектарымызды айнала жиектеп қойып шығамыз осылай. Міне огонектарын бәрін айналдырып қойып алдым. Енді шетінен аламыз да степлермен ұстатамыз. Барлық огонектарымызды бір-бірлеп алып қыстырып шығамыз. Міне букетіміз дайын болды. Каналыма жазылып, лайктарыңызды аямаңыздар. Букеттердің жасалу жолдарымен менің каналымда таныса аласыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.